Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін осы видеода осындай толқынды өрнекке моншақтарымызды араластырып тоқылу әдісін мен сіздерге көрсетпекшімін. Ең бірінші өзіміз осы үш қолымыздың өлшемімен жібімізді өткізіп алатын боламыз. Бұл жерде мен ақ жіппенен сіздерге тоқып көрсетейін деп отырмын. Бірінші ақ жібіміздің ұзындығы 1,3 метр болып есептеледі. Неге? Бірдей етіп тартып аламыз. Екінші ақ жібіміздің ұзындығы 1,100. Неге? Осылай. Енді біз осы үш жібімізді бірдей етіп тартуымыз керек. Бірдей болу керек осы үшіміздің ұзындығы. Ең соңғы жібіміз, өйткені сол жіпке айналдырып тоқып алатын болғандықтан, ол жібіміздің ұзындығы кішкене қысқалау болса бола береді. Енді үшінші жібіміз бізде 1,600. Төртінші жібіміздің ұзындығы 1,300. Неге? Тағы да ұқсас, екінші қатардағы жібіміздің ұзындығы, үш жібіміздің ұзындығы бірдей болу керек. Ең соңғы жібімізді біз жалғыз өзі қысқалау болған дұрыс. Енді табан жағымыздың жібін өткізіп аламыз. Үш қолымыздың өлшемімен. Енді осы жерге табанымыздың жібін өткізетін боламыз. Бұл жерде табанымыздың жібі кішкене ұзындау болу керек. 1,700 қылып аласыздар. Енді соңғы жібіміздің ұзындығы 1,4 қылып аласыздар. Жіптердің ұзындығын жақсылап біліп алыңыздар. Өйткені тоқылу барысында жіптердің ұзындығы өте үлкен рөл атқарады. Қысқа болған жағдайда аяқ киімдеріңізге жетпей қалып әуре боласыздар. Неге? Ұқсас, осы үш жібімізді бірдей етіп тартып аламыз. Енді бастаймыз. Бұл жерде 4 жібіміз бір қатар болып есептеледі. Жәңіректегі мінекей. Жәңіректегі міне қысқа жіп. Қысқа жібімізге осы үш жібімізді айналдырып байлап отырамыз. Қысқа жіпке байлайсыздар. Екі реттен байлағаннан кейін сол байлаған қысқа жібімізді осылай сол қолымызбен ұстап, қалған жібімізді қайтадан сол қысқа жібімізге байлап отыратын боламыз. Бұл тоқылу әдісінің алдыңғы видеоларда мен сіздерге көрсеткен болатынмын. Осы жолы бірыңғай осындай тоқылу әдісімен біз әдемі тәпішке тоқып шыға аламыз. Таңгетке тоқсаңыздар да болады бұндай әдіспен. Мінекей осы ең соңғы жібімізге біз моншағымызды өткіземіз. Өткізіп осылай қаттырақ тартып байлаймыз. Енді сол қысқа жібімізге қалған жіптерімізді енді екі-екіден байлап отырамыз. Енді осы жіпке біз моншағымызды өткіземіз. Әрбір бастапқы жіптерімізге моншағымызды өткізіп отырамыз. Екі жібімізді байлаймыз. Енді сол бастапқы қысқа жібімізге қалған жіптерімізді айналдырып байлап отырамыз. Бастан аяқ тоқылу әдісі осы бірыңғай тоқылу әдісімен тоқылады. Бұл өте оңай, қарапайым, бірақ өте керемет өрнек деп ойлаймын.
Мына жерде әрине бастапқы аяқ киімнің әдемілігі жіптің түсіне байланысты. Қатар жіптің түсін жақсы талдасаңыздар, аяқ киімнің қандай ұшындағы өрнегіміз бізде алтығада осылай қарапайым өрнекпен тоқысаңыздар өте керемет аяқ киім шығады деп ойлаймын. Тоқисыздар. Бұл тоқылу сабап болғандықтан мен сіздерге анық болу үшін ақ жіппен тоқып көрсетіп отырмын. Енді мына жерде артыңғы жағын 7 қатар, алдыңғы жағын 6 қатар моншақ өткізетін боласыздар. Солай етіп мінекей тоқып алдық. Алдыңғы бас жағының өрнегін. Енді екінші қатардағы тура аяқ киімнің үстіндегі қиғаш өрнегімізді біз тоқитын боламыз. Неге енді бастапқы өрнегімізді екі-екіден байлап алдық. Енді сол ең бастапқы қысқа жіпімізге де қалған жіптерімізді осылай екі-екіден байлап айландырып отырамыз. Ең соңғы жіпімізге біз моншағымызды өткіземіз. Енді осы екінші қатардың өрнегін біз алдыңғы жақтықын 9, артыңғы моншағымыздың қатарын біз 10 қатар қылып тоқып алдық. Енді ең соңғы өкше жағымыздың өрнегін тоқып алдық. Мінекей тура сондай әдіспенен енді аяқ киімімізге сол өрнектерімізді жалғайтын боламыз, өткізетін боламыз. Енді мінекей ең бастапқы аяқ киімнің басында өрнегімізді осылай бірдей етіп, екі жағын теңдей етіп жібімізді, өрнегіміздің жібін өткіземіз. Өйткені тоқылу әдісі өте оңай. Бастапқы аяқ киімнің бас жағында өрнекті мен сіздерге мұқият көрсеттім. Қалған өрнектерде тура солай қылып тоқитын боласыздар. Оның бәрін бірлеп көрсетудің қажет жоқ. Оны ары қарай үйден өздеріңіз тоқып жасаңыздар, мұқият қарап тоқып аласыздар. Еш қиындығы жоқ. Видеоны қайта-қайта көрсеңіздер, бірдемнің арасында үйреніп аласыздар. Енді жібімізді, осы жіптерімізді табанның астына қарай бір-бірлеп түсіреміз. Мінекей табанның астына барлығын түсіріп алдық. Енді мықтылап тартып табанымыздың астындағы жіптерімізді сосын бір-біріне байлап қалған жіптерін бұрынғы әдісімізбенен күйдіреміз. Тамашалап көріп жүрген кісілер болса жақсы біледі менің әдісімді. Сол әдіспенен осылай істейсіздер. Негізі күйдіріп тастағандарыңыз өте жақсы. Сөйтіліп кетпейді, тарқатылып кетпейді. Енді қалған екі өрнегімізде де солай істейміз. Табанымыздың, өшеміздің арт жағындағы өрнегімізде тура солай бірдей етіп өлшеп аламыз да күйдіріп аламыз. Екінші ортасындағы өрнегіміз өйткені қиғаш болғандықтан кішкене сәнді етіп осылай қиғаш етіп алдық. Енді осындай әдіспен байлап күйдіресіздер. Мінекей өте әдемі, керемет аяқ киім тоқылып шықты. Осындай қарапайым өрнекпен де керемет әдемі аяқ киім тоқуға болады. Үйден тоқып көріңіздер. Сіздерге осындай әдемі өрнекті бөліскеніме өте қуаныштымын. Каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып, мен сіздерге әрқашан жауап беруден жалықпаймын. Келесі видеода
тағы да керемет аяқ киімдермен бөлісетін боламын.